Армысыздар, ардақты ағайын. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз байлыққа басқаша көзқарас деп аталады. Оны айтардың алдында жалпы байлыққа бізді әкелетін үлкен бір күш бар. Ол күш қажеттілік деп аталады. Жалпы қажеттілік мен пайымдауынша екіге бөлінеді. Бірінші, бар нәрсенің қажеттілігі, жетіспеушілігі, екінші, жоқ нәрсенің қажеттілігі немесе жетіспеушілігі. Осы екеуінде үлкен айырмашылық бар. Ашылап айтатын болсақ, жоқ нәрсенің жетіспеушілігі деген не? Ол мәжбүрлік. Сен басқа жақтан бір қалаға келдің, не шетелден келдің, не өзгеше ортаға тап болдың. Енді сенің сенерге ешкімің жоқ, не әкең, көкең жоқ көктіреп тұрған, қайтесің? Теке өзіңе ғана сүйенесің. Сенен басқа ол жұмысты істейтін ешкім жоқ. Міне осы уақытта күн демей, түн демей жұмыс істейсің. Шаршау, шалдығу дегенді білмейсің. Ешқандай шарт жағдай қоймайсың. Керек болды ма, ұйқыны да, күлкіні де ұмытасың. Міне, бұл қажеттілік немесе мәжбүрлік. Басқа амал жоқ. Кей адамдар тайм-менеджмент деп өздерінің бір күндік жоспарын жасап қояды. Бірақ та біраз уақыттан кейін ол жасаған жоспарынан ауытқиды. Спортқа барам дейді, біраз күннен кейін бармайды. Бассейнге барам дейді, біраз күннен кейін бармайды. Кітап оқимын дейді, оқылмай қалады. Неге? Шынайы қажетсіну, шынайы мәжбүрлік жоқ ол жерде. Сондықтан оның ғұмыры ұзаққа бармайды. Ал шынайы қажетсіну болған жағдайда сен ешкімге шарт қоймастан міндетті түрде соны істеуге мүдделі боласың. Міне осыдан кейін сен жаңағы байлыққа қолың жетеді. Қолың жетеді. Мысалы, кезінде мен Қытай Халық Республикасында жүргенімде, бала күнімде, біздің ауылға бір жігіт келді. Ол киім тігуші еді. Қазақтар, ұйғырлар, қырғыздар, дұңғандар, сол ауылдағы жасайтын халықтың баршасы соған киім тіктіретін. Оның ерекшелігі сол ғырылдап сөйлейтін, ғыр-ғыр етіп. Оның сөзін кейде қазақтар ұғатын, кейде түсінбейтін, сондықтан оның атын да білмейді. Әйтеу елдің бәрі үлкендер қырылдақ бала деп атап кетті, жастар қырылдақ аға деп қояды. Сонымен оның аты қырылдақ болып кетті. Осы қырылдақ бір бөлмелі үйде тұрды. Бір бөлмелі дегеннің өзінде де бір ары кеткенде 8 не 9 квадрат метр дегені. Сол жерде тамақ ішеді, сол жерде үлкен үстелі бар, сол үстелдің үстінде машинасы тұрады, сол жерде киімді өлшеп, пішіп, сол жерде тігеді. Ал үстелдің астында оның көрпе орны тұрады. Кешкісін ол жаңағы тігін машинасын алып тастап, сол тігін үстелінің үстінде ұйықтайды. Міне осы адам арада жылдар салып, сол ауылдағы, сол қаладағы үлкен бай адамға айналды. Бағанағы соны қырылдақ деп, мазақтап, соны күліп, тәлкеге етіп жүрген қазақтың сол адамның балалары енді бүгін соның есігін қарайтын, жаңағының жұмыс фабрикасында жұмыс істейтін жұмысшылар болып шыға келді. Неге? Өйткені ол қырылдақтың мәжбүр болды солай істеуге. Ал жергілікті халықшы шынайы қажетсінген жоқ. Сондықтан баяғы жайбасарлығымен жүрді. Мысалы, шетелден Өзбекстаннан келген, Қытайдан келген, Моңғолдан келген қазақтар Қазақстанның жергілікті халықтарына қарағанда пысықтау. Жергілікті халық айтып отырады, мынау Қытайдан келген, кеше ғана келіп, қараш бүгін керемет үй салып алды, дүкен ашып алды, анау мынау деп. Неге? Өйткені онда мәжбүрлік болды. Ол істемесе, жанталаспаса, жан баға алмайтын болды. Ал жергілікті халықтаршы, ар жағында үлкен сенім бар, өзінің туған жері, өскен ортасы, туыс туғандары бар. Ол бір қиыншылық көрем деп ойламайды. Ал жаңадан келген адамшы, ол өзіне сенеді. Сондықтан жан таласып жұмыс жасайды. Міне бұл мәжбүрлік байлыққа жетелейді
деген осыдан. Ал енді байлыққа жетті дейік. Байлыққа жеткеннен кейін қалай болады? Одан кейін енді тағы да мәжбүрлік болады. Ол бұрынғыдай ақшам жоқ демейді, ақшасы бар, бірақ ақша жетпейді. Дүнием жоқ демейді, дүние бар, бірақ дүние тағы жетпейді. Уақыт бар, бірақ уақыты да жетпейді. Сонымен оған тағы да жетіспеушілік пайда болады. Байқадыңыздар ма? Сонда байлықтың өзі жетіспеушілік. Байлық жетіспеушілік. Ал сен байғаннан кейін, егер осымен тойдым болдым десең, онда сол жетіспеушілігің тоқтайды. Бірақ адамның ниеті, көзі дүниеге тоймағандықтан қайтеді, оған тыныштық бермейді. Сондықтан ол енді бай байға, бай құдайға жетсем деген қазақтың даналығы сықылды. Енді ол өзінен мықты байларға жетсем дейді. Сөйтіп, ол бағанағы жетіспеушілікті қайта басына жинайды. Міне, жетіспеушілік байлықтың негізі. Және байлықты қамшылап отыратын от қамшы. Ал енді осыдан шығатын қорытынды. Егер байлықтың өз жетіспеушілік болатын болса, онда байлыққа не керек? Талпынып. Солай емес пе? Байлықтың өз жетіспеушілік болса, онда не үшін талпынамыз оған? Міне әңгіме осында. Біз айтатын негізгі идеямыз сол. Біз байлыққа талпынуымыз керек, бірақ оны табысқа талпыну арқылы, табыс арқылы байлыққа жету. Менің қашанда айтатын негізгі идеям осы. Табыс арқылы байлыққа жет. Табыс пен байлық екеуі екі басқа дүние. Ал табыстың не, байлықтың не екендігі мен бұдан бұрынғы видеоларда айттым. Сондықтан, құрметті көрермендер, тыңдармандар, бай болуға асықпаңыздар деп айтпаймын, бірақ қатты армандап, оны жүрекке алмаңыздар. Бірақ табысты болуға талпыныңыздар. Сонда байлық та, бақыт та бәрі болады. Сіздермен бірге болған Қастер Сарқытқан табысты психология арнасы. Сау, саламатта болыңыздар.